Жеміс-жидектің, оның ішінде алманың денсаулыққа пайдасы мол. Алманың құрамында А, С, В1, В2, Е дәрумендері бар. А дәрумені ағзаның өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. А дәрумені шаштың, тырнақтың өсуіне әсер етеді. Ол жетіспегенде тері құрғап, жарылып, түсі күңгірттенеді. В1 дәрумені организмде дұрыс зат алмасу үшін аса қажет. Бұл дәрумен жетіспегенде шаршағандық сезіліп, ас қорыту жүйесі бұзылады. Ағза В1-ге зәру болған жағдайда жүйке жүйесі ауруға шалдығуы мүмкін. В2 дәрумені басқа да дәрумендер сияқты организмнің бір қалыпты өсуіне қажет. Жарақаттардың тез жазылуына мүмкіндік береді. Сіздермен сіздің денсаулығыңыз арнасы. Видеоны соңына дейін көріп, қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасауларыңызды сұраймыз. Көзің жақсы көру қабілетін арттырады. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда ерін құрғап, ұшық шығады. Денеге түскен жарақат баяу жазылады. С дәрумені ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұра алу әрекетін арттырады. Сүйекке және тіске беріктік қасиет береді. С дәрумені жетіспегенде ағза тез шаршайды, сілемейлі қабықшалары қабынады, қызыл ет қанталайды. С дәрумені ағзаға қыс пен көктем айларында көбірек қажет. П дәрумені жіңішке қан тамырларының беріктігін арттырып, қызметін қалыпқа келтіреді. Е дәрумені бұлшықеттердің қызметін жақсартады. Сондай-ақ алмада марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, молибден, мырыш бар. Бұлар ағзаға жеткілікті мөлшерде болса, адам жиі ауырмайды. Ойлау қабілетті жақсы дамытады. Ал ең бастысы, алма темірге бай. Темір қан айналымы жүйесіне өте қажет. Ол бүйрек, бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бактерия мен әртүрлі вирустардан сақтану үшін күніне бір алма жеу қажет. Алманың жер шарында 36 түрі бар. Қазақстанда алманың апорт, сиверс, нетский, қырғыз алмасы тағы басқа түрлері өседі. Алманың отаны орталық Азия. Сұрпына қарай алма ағашының өмір сүру ұзақтығы да әртүрлі. Олар 20 жылдан 100 жылға дейін өсе береді. Барлық дәрігерлер көптеген аурулардың алдын алу үшін күніне бір алма жеуге кеңес береді. Ал жасыл алмадан ешқашан аллергия болмайды. Алма шөл басады, өйткені 87%-ға судан тұрады. Құрамындағы калий мен кальций тіс эмалін және сүйектерді қатайтады. Алма калориясы аз жеміс болып табылады. Сол себепті артық салмақ тастау диеталарында міндетті түрде болады. Бір күнде 2 алма жейтін болсаңыз, холестерин деңгейі 16%-ға төмендейді. Алма жеу теріге пайдалы. Ол бетті ағартып, терідегі ұсақ тесіктерді және қабынуды кетіруге көмектеседі. Алманың құрамындағы мырыш, яғни цинк, иммундық жүйені нығайтуға және арықтауға көмегін тигізеді. Инсульттің болу мүмкіндігін 50%-ға азайтады. Ғалымдардың айтуынша, алманы тұрақты түрде тұтыну асқазан безінің қатерлі ісігінен, рак поджелудочный железадан сақтайды. Ас қорытуды жақсартады және ішекті тазартады. Таза ішек зор денсаулықтың кілті. Жасыл алма ұзақ уақыт бойы қорытылады, сондықтан аштық сезімі білінбейді. Ішек инфекциялар кезінде өте пайдалы, өйткені оның құрамында каротин, темір және марганец бар. Бұл жемістің көмегімен гастрит ауруын емдеуге болады. Ол үшін оны жақсылап жуып, таңертең жеу керек. Йод алманың құрамында көп мөлшерде болады. Ол қалқанша безі, щитовидный железаның ауруының алдын алуына көмегін тигізеді. Алма шырыны мидың қартаюына жол бермейді, сондықтан альцгеймер ауруына шалдығу мүмкіндігін төмендетеді. А витамині тұмаудан және басқа да жұқпалы аурулардан сақтайды. Алма құрамындағы темір қан айналымын жақсартады. Алманың шырыны алмадан да өте пайдалы. Алма шырынын тұтынсаңыз, көптеген аурулардың алдын аласыз. Анемия. Бұл аурудан зардап шегетін адамдар үшін табиғат өзіндік емдеу тәсілін таңдады. Тек шырынға арналған жасыл алманы таңдау қажет. Оларда темір мазмұны қызыл немесе сары алмаға қарағанда әлде қайда жоғары.
Алмалар пектин жасұнығының қайнар көзі. Оның қабында мөлшері көп пектин және басқа да заттар қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Осылайша диабеттің ағзаға тигізетін ыдыратушы залалын азайтады. Ол обырмен ауыру қаупін төмендетеді. Қандағы зиянды холестерин деңгейін төмендетіп, пайдалы холестерин деңгейін жоғарылатады. Диареяны емдеп, іш қатудың алдын алады. Иммундық жүйені күшейтеді. Қан айналымы жүйесін, жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан және ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Ал алманы шектен тыс пайдалану іштің кебуіне, колит және нәжістің бұзылуына әкелуі мүмкін. Тоқшектің талаурап, қабынып ауруының пайда болуына әкеліп соқтыруы және асқазан ішек жолдарының жұмысына зиянын тигізуі мүмкін екендігін мамандар дәлелдеген. Сондай-ақ алма диетасына отыру өт жолының қабынуына әкеледі. Бұл жемісті жегеннен кейін жемістің қышқылы эмальдің жұқарып кетпеуі үшін ауызды шаюды ұмытпаңыз, өйткені тісті сезімтал етіп жіберуі мүмкін. Жеміс қышқылының шамадан тыс көптігі асқазан жарасына ұлғайтып жіберуде қауіпті. Алманы шектен тыс пайдаланбаңыз. Тек алманы ғана емес, кез келген жемісті немесе тағамды шектен тыс пайдалану керісінше зиян тигізуі мүмкін екендігін естен шығармаңыздар. Бәріне танымал Қазақстандағы Семеренко сұрыбының алмалары айрықша пайдалы болып саналады. Оларды түнге қарай жеу мазасыздықтан арылтып, ұйқыны жақсартады және ас қорыту жүйесін нормаға келтіреді. Сұрыбына байланысты алма ағашының өмір сүру мерзімі де әркелкі. Олар 20-100 жыл аралығына дейін өсе береді. Толық жеміс беру мезгілі 15-20 жыл аралығында болса, 30-35 жыл өткен кейін мұндай сұрыптардың жеміс беруі нашарлайды. Қазақстанда алманың 40-тан аса сұрыбы аудандастырылған. Оның Алматы, Алатау шапағы, Салтанат, Іле, тағы басқа 20 шақты түрлерін қазақ селекционерлері өсіріп шығарған. Ежелгі сұрыптардың бірі танымал Алматының апорты. Оның тұқымы қыс мерзімінде ерте пісіп жетіледі. Өзінің дәмдік сапасына байланысты бұл сұрып халық игілігіне